алдыңғы сабақта алдыңғы сабақта біз саппорт және резистенс зоналарын өткен болатынбыз, иә. Бір рет пысықтап түсіндіріп өтетін болсам, резистенс зонасы дегеніміз ол біздің жоғарғы жақтан қарайтын позициямыз, иә. Яғни сатып алушылар және сатушылар зонасы деп біз екі зонаны қарастырған болатынбыз. Резистенс зонасы сатушылар зонасы. Сатушылар арзан кезінде астынан алады да үстіне келіп қымбаттаған кезде сатып төмен қарай бағаны құлатады, иә. Бұлар резистенс зонасы. Қызыл және жасыл свечаның қатар келген жерлері, бірақ алдында не отработанный, мына жер қарасаңыздар, мінекей алдында біз мына жердегі зонаны резистенс зонасы деп қарастырған екенбіз. Қайсы свечаны алдық екен мына жерде? Алдыңғы жұма күні, иә, резистенс зонасы деп қараған екенбіз. Мына жерде қарап тұрсақ, мынаны брейкаут жасаған. Енді бұл бізде алдағы уақытта бұл уже саппорт зонасына айналып, поддержка зонасына айналып кетті. Мына зонаны қараңыздар, мына жерде жазып қойып, мен резистенс зонасы деп. Мына қызыл мынаның свечасын көріп тұрсыздар ма? Мына жерде мінекей. Енді қараңыздар, бүгін келгенде осы жерден қия алмай артқа қарай қайтадан қайтқан. Мына жерде де сөйткен екен, міне алдымыздағы уақыт, өткен өмірімізде де. Мына жерде де сөйтіп артқа қарай қайтқан екен. Бұл бізде резистенс зонасы, иә. Енді Брейкаут бір рет жасай ала ма? Тек, например, бір рет брейкаут жасайды да келесі зонадан уже өте алмай ма? Или одан да өтіп кетуі мүмкін ба? мысалы мына жерде брейкаут жасалса, мынадан да өтіп кете ма деп тұрсыз ба? Иә, шамалы жүргеннен кейін тағы өтіп кетуі мүмкін ба? Екінші резистенс зонадан, или уже өте алмай ма Жоқ, одан? брейкаут жасалу үшін ол бірнеше әрекет жасағанда, мына жерде қараңыз, мына жерде бірнеше рет келген да, мына жердеші. Біз қайсысын алдық екен, мына жерде бірнеше рет келген да, соңында барып, бұл күш жинап барып кеп көтеріп брейкаут жасаған. Мына жерде мысалы мықты зона болып тұр да, мынау өйткені ұзын свеча болып құлатқан да. Мына мықты зона болғаннан кейін мына жерде мына жерді жара алмаған. Но мынаны да жарады ол бір күні ше, потому что бізде алдағы уақытта мына жерде мынандай зоналарымыз бар, мінекей, потом мынандай зоналарымыз бар. Бізде 500 деген, мына жақта 500 деген баға бар негізі. Міне. Осы 500 деген баға осыған негізі келу керек. Потому что всегда бізде алтын неде? Қымбаттайды, қымбат бағада жүріп жатыр, иә. То есть алтын өспесе түспейді. Мінекей. Мынаның барлығы мысалы алдағы уақытта бұл бізде резистенс зонасы болып табылады. Осы жерге бүйтіп свечалар келген кезде, асты жақтан көтеріліп бүйткен кезде мына жерден қайтадан құлауы мүмкін, қайтадан көтерілуі мүмкін, қайтадан құлауы мүмкін, қайтадан көтерілуі мүмкін, қайтадан кішкене құлап барып, содан кейін барып бүйтіп брейкаут жасауы мүмкін. Түсініңіздер ғой? Осындай болуы мүмкін. Мысалы мына жерде бар екен. Бұның бәрін сызып алатын болсақ, бұлардың барлығы бізде алдағы уақытта өте қажет болады, мінекей. Мысалы келесі аптада, может, осы аптада, может, 3500 дегенде бағаны да көріп қалуымыз мүмкін. Сондықтан мен осы алды неотработанный зоналарды алып, бүйтіп сызып дайындап аламын. То есть мен бағаны біліп отырам да. Мысалы қазір қараңыздар. Қазір мына жерге келді. Мынау құлап жатыр. Ол қай жерге дейін құлауы мүмкін? Ол құлауы мүмкін, мына зонаға дейін құлауы мүмкін. Өткенде сызып қойған екенмін. То есть 3286 деген бағаға дейін құлауы мүмкін. Оны мына бір сағаттық таймфреймде қарап тұрмын. Бірақ ол қазір 3306 деген бағамен 3286-ның арасы қаншама доллар алыс қой. Сол себептен мен 15 минуттық таймфреймге барамын. 15 минуттық таймфреймге барып, мына жерден қараймын. Мына жерде менде зона бар ма? Жоқ. 5 минуттыққа барамын. 5 минуттыққа барып қараймын, мінекей. Қараңыздар, міне мына жерде зона бар екен менде, иә. Екеуі қатар келген. Менде зона бар. Осыны аламын да, мінекей, линия тартып сызып қоямын мына жерден, мінекей. Мына жерден қызылдың фитилін ала саламын, міне. Потому что жасылдың фитилі почти жоқ десек те болады. Ол бүйтіп келеді да, мына 3000 деген баға бар ғой, 3300 деген баға бар. Осы қазір егер дальше құлайтын болса, осы 3300 деген бағадан, я қарап отырмын. 3300 деген бағадан бүйтіп көтеріліп, не істейді? Поддержка алып көтеріліп кетуі мүмкін. Сық болып кетті. Ладно. Өстіп, получается, қараңыздар, қазір құлап жатыр ғой бізде 27, 26.
қазір 3.000-ға барғанда айта саласың ғой және. Так, осылай получается бізде мінекей баға 3.000-ға дейін құлауы мүмкін. Мен бағана мына жерден 3.000-нан лонг алып қойған едім. Сол қазір примерно 25 доллар минуста тұрмын да, соны күтіп жатырмын мына жерге келгенін. Мына шорттың былай қарай құлағанын күтіп жатырмын. Мен неге ол бағаны күтем? 20-30 доллармен минуспен неге жаба салмаймын, иә? Себебі бұл бағаға келуі мүмкін деп күтіп жатырмын. Алдағы уақытта сіздерде де осылай неге күтесіздер. Мысалы, мына 3304-ке гарантированно келеді, уже почти келді. Одан кейінгі баға бізде 3300, 3297-ге келеді деп күтіп отырмын. Вот. Бұл біздегі резистенс шорт зоналары. Енді бүгін бізде өтетін тақырыбымыз осы брейкаут, иә, брейкауттан кейін ингольфинг деген тақырып өтетін боламыз. Ингольфинг деген тақырып. Бұл ингольфинг деген тақырыпты тоже біз 1 сағаттықта жасаймыз. 1 сағаттықта анализ жасаймыз. Бұл қандай тақырып? Ингольфинг дегеніміз өте оңай сабақ, және біз осы Фибоначчи деген инструментті таныстырам бүгін сіздерге, иә. Получается, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ингольфинг зоналар. Ингольфинг зона және Фибоначчи инструменті. Фибоначчи инструменті танысу және поглашениеге Фибоначчи тарту. Біз қысқартып фибо деп айтамыз. Фибо тарту. Фибо тарту. Бүгін осы тақырыпты мен сіздерге өтетін боламын, мына тақырыпты. Енді қараңыздар. Жалпы бізде ингольфинг зона деген бар. Бұл ингольфинг зона дегеніміз мінекей. Ингольфинг зона дегеніміз бұл қандай зона? Біз сіздермен резистенс және саппорт зоналарын өттік. Енді біздегі өтетін бүгінгі жаңа тақырыбымыз ол ингольфинг зонасы. Ереже бар. Қатар тұрған қызыл немесе жасыл свечалардың бірі екіншісінен 2 есе үлкен болып кездессе, ингольфинг зона деп позиция ашамыз. Ингольфингтің заңдылығы 2 есе үлкен свеча болуы және не отработанный зоналардан қарау маңызды. Лонг ингольфинг дегеніміз бағаның астыңғы бағытынан қараймыз. Қызыл свечаның денесінен жасыл свечаның денесі кемі 2 есе үлкен болып екеуі қатар кездесуі. Түйін. Получается, жасыл свечаның бастап алып өскен жерінен баға көтеріліп барып, қайта түскен кезде ингольфинг зонадан қайта лонгқа позиция ашамыз. Мен мына фотода көрсетіп қойғанымдай, сіздерге қазір реальный өмірде көрсететін боламын. Так, реальный өмірде көрсететін боламын. Қараңыздар, ингольфинг зона дегеніміз 1 сағаттық таймфреймге барамыз. Осы жерден ингольфинг зоналар іздейміз. Мен мына жерден қазір примерно ингольфинг зонаны көріп тұрған жоқпын. Так. Біріншісі қызыл свеча, мысалы мен лонгқа іздейтін болсам, қызыл свечадан жасыл свечамыз біздің 2 есе үлкен болуы керек шарт бойынша. Енді мен қазір мына жерде мынаны алсам болады. Мына жерді алсам болады. Мен мына нелердің бәрін өшіріп тастайыншы. Мінекей, өшіріп тастайын. Мынаны өшіре салайын, мешать еткізбей. Енді қараңыздар. Ингольфинг зона, мен мысалы мынаны алсам болады. Мына жерде қараңыздар. Бірақ бұл уже отработанный, өтіп кеткен да, бұл өтіп кеткен зона. Мына жерді алсам болады. Мына қызыл свечамыз біздің қызыл свечамыздан жасыл свечамыз 2 есе үлкен. 2 есе үлкен. Бұны тоже мына горизонтальный линияны аламыз да. Мына қызылдың денесі, бұл жерде фитиль маңызды емес. Қызылдың денесіне қоямыз, мінеке. Міне қызылдың денесіне қоямыз. Бұл біздегі уже ингольфинг лонг зона болып табылады. Мына жерде біреу тұр екен еще. Неотработанный. Енді қараңыздар, неотработанный зонаны көрсетейін. Мына қызыл свечадан жасыл әлде қайда 2-3 есе үлкен. Сол себептен мына қызылдың денесін аламын да, горизонтальный линиямен өстіп белгілеп қоям. Алдағы уақытта бізде тура біздің саппорт резистанс зонасы секілді баға мына жерге келген кезде бүйтіп поддержка алып көтеріледі. Бұл тоже өте маңызды ингольфинг зоналарымыз.
және бұл біздегі лонг позициясындағы ингольфинг, иә, лонг позициясындағы ингольфинг. Ана жаққа бара ғой. Лонг позиция ингольфинг деп қоямын, иә. Ингольфинг. Мінекей. Бұл біздің лонг позициямыздағы ингольфинг, яғни қызыл свечаның жасыл свеча денесі әлдеқайда қаншама есе үлкен. Кемі 2 есе үлкен болу керек бұл жерде. Кемі 2 есе үлкен болу керек. Ал енді шорт позициямыздағы ингольфингті қазір білмеймін. Кез келген жерден ала береміз ба? Ана алдашық дегендер жоқ па? Ау? Мысалға, бірінші алған жерде алды ашық емес қой деймін да. Иә, Бірінші соны айтып отырмын ғой сіздерге. Мына жерде алды ашық емес, не уже отработанный зона деп тұрмын. Мына жерде қарасаңыздар, бұны түсіндірем. Мына жерде қызыл қараңыздар. Мына жақта алды жабық кезін, пока жоқ деп есептеге, ингольфинг деп біз сызып қойдық қой. Бірақ мына жерге келген кезде қараңыз, баға мынадан түсіп көтерілді. Бірақ қайтып көтеріліп түскен кезде мына жерде уже қайттан не істеген? Поддержка алып жоғары көтеріліп кеткен. Мына жерде де мінекей поддержка алған, осының бойында ғана дальше брейкаут жасап құлап кетпеген баға, яғни баға қайтадан лонгқа өткен. Түсініңіздер ғой? Бұл уже отработанный зона, өтіп кеткен зонада, бірақ осы өтіп кеткен зонадан қарасақ, мына жерде баға құлап барып өсіп, қайтып құлаған кезде, мінекей бағамыз біздің не істеген? Өскен. Яғни мына жерде де баға өсіп барып қайтып құлайды, құлап барып қайтып көтеріліп қайтып осы бағаға келген кезде бізде мына жерден, яғни лонг позицияға ашамыз. Мысалы мен мына жерге келген кезде бағана, мына жерге келген кезде азанда ғой, бұл примерно жоқ, бұл емес біздегі, бүгін бізде 20, осы 3000 қанша деген баға? 3029. Осы бағадан мен лонг позиция ашып, примерно $10 ұстаған болатынмын, 46-ға дейін. $20 ұстаппын ғой, $23 ұстаған болатын осы жерге дейін. Потому что мына жерде бізде ингольфинг зона болған. Енді қазіргі уақыттағы реальным не отработанный зонамыздағы ол мінекей мынау. Мына свечамыз біздің мынадан қаншама есе кіші. Қызыл свечамыз мынадан қаншама есе кіші. Кемі 2 есе болу керек. Ереже бойынша 2 есе мына зонамыздан, яғни мына свечамыздан кіші болу керек. Соны алып біз денесін белгілейміз. Бұл жерде фитиль ешқандай роль ойнамайды. Ал енді шорт позицияға іздейтін болсақ, мынау мысалы 2 есе кіші. Мысалы шорт позицияға істейтін болсақ, мына свечамызды денесін белгілейміз мінекей. Бұл шортқа. Алдағы уақытта мына жерден келіп, вдруг мынаны қиып кетіп, қайт мына жерден поддержка алып, мына жерден денесімен қиып, мына жерден поддержка алып, өсіп, лонг ингольфингтен мына жерге келген кезде мынау шорт позиция болады, шорт ингольфинг болады. Осы баға осының арасында жүруі мүмкін. Бірақ әйтеуір біреусін қияды ол. Может, мына жаққа қию мүмкін, мына жаққа қию мүмкін. Қиятын кезде қандай жағдайларда қияды, қиятын кезде көп жағдайда бізде жаңалықтар болады. Жаңалық кездерін бүгін как раз тоже айтам, жаңалық кездерін жаза салайыншы сіздерге. Жаңалық кездерін тоже мен сіздерге ескертіп айтам. Вот сол жаңалық кездері, новости, то есть новостидің әсері болған кезде бізде көп жағдайда қиып кетеді. Көп жағдайда осы новостидің әсерінен үлкен көш пайда болған кезде бізде қиып кетіп отырады. Біздің ингольфинг зоналарымыз осы. Мысалы қазір мына жақтан неотработанный зонадан қарайық. Мінекей мына жердегіміз біздің ингольфинг шорт зонамыз. Мінекей ингольфинг шорт зонамыз. Далаға шығайын деп жатсыздар ма? Жоқ. Мінекей мынау ингольфинг шорттағы ингольфинг зонамыз. Бұны тоже белгілеп қоямыз. Тағы да дальше қараймыз. 2 есе кіші болу керек. Мінекей мынау шорттағы ингольфинг зонамыз. Мінекей алдағы уақытымызда бізде осы жаққа келіп жатқан кезде бүйтіп бағамыз көтеріліп барған кезде мына жерден біз уже бірден шорт позиция ашып ТВХ-мыз, яғни точка входамыз осы жерден болады. Мінекей мынау міне біздің қазіргі белгілеп қойғанымыз. Енді осы 51 деген бағаға келген кезде ол міндетті түрде құлайтынын біз уже білуіміз керек. Ол жоқ дегенде, қараңыздар, жоқ дегенде 2 рет құлатып береді.
жоқ деген кезде мысалы қалай екі рет, мысалы мына жерге дейін келді баға, бір рет құлатты, қайтадан көтерілді, қайтадан екі рет құлатты, и ол екі рет железно бір рет және екі рет құлатып бере алады бұл зоналар. Және үшіншісінде уже біз оны қарастыруымыз керек, ол қандай күшпен келе жатыр, қандай уақытта келе жатыр, может новостидің уақыты ма деген сияқты осы зонаны уже біз қарайтын боламыз. Уже мынау уже бізде отработанный зона болып кетеді. Ол кезде уже бұл бір рет отработанный, екі рет отработанный болғаннан кейін біз бұл зонаны қарастырмаймыз уже, иә. Жалпы ингольфинг зона дегеніміз осы. Қазір мінекей. Енді мына жерден тағы да шортқа ингольфинг іздеп көрейін. Мына зонамыз ингольфинг, все, бізде басқа ингольфинг зона жоқ. Ал енді лонг позициясында бізде не отработанный біреу ғана тұр, міне, мынау ғана. Мыналарды мен шатастырмас үшін алып тастаймын, потому что бұлар уже өзінің жұмысын атқарып қойған отработанный зоналар. Мынау бізде шорт ингольфинг, мынау бізде лонг ингольфинг зоналарымыз. Бұл бізде бір сағаттық таймфреймде. Және бұны біз 15 минуттық таймфреймде де қарауымызға болады. 15 минуттық таймфреймде де қарасақ болады, бірақ 15 минуттық таймфреймдегілерді ол бір-ақ рет қана біз неге қиысқа ұстап отырамыз. Мысалы, мына жерді алайын. Примерно мынаны мен қазір қозғалтып сіздерге мінекей лонг ингольфинг деп көрсетейін. Мінекей мына зонамыз бізде лонг ингольфинг, мына жерде де бар бізде лонг ингольфинг, иә. Лонгқа қазір мына жақтағы өмірден көрейік не болып жатыр екен. Мына жақта тіптім жоқ әзірше. Так, мына жерде бізде лонг ингольфинг бар екен. Лонг ингольфинг. Осыларымыз бізде лонг ингольфинг свечалары деп айтылады, зоналары деп айтылады. Так, енді мінекей мына свечаны көрдіңіздер ма? Ұзын свеча. Қандай свеча, бізде кім айта алады мына свечаны? Бұл свечаның аты қандай еді? Доджи. Ой, жұлдыз ғой? Қайсыны айтып отырсыз? Мына свечаны айтып отырмын, ұзын свечаны. Жұлдыз? Доджи ма? Доджи ма? Жоқ, доджи деген ол астынан береді бүйтіп. Оқа свечасы емес па? Утренняя, вечерняя звезда ғой. Звездалар, иә, яғни бағытты ауыстыратын біздің свечаларымыз, иә, бағыт ауыстыратын олар. Бағытты ауыстыратын свечаларды айтамыз. Так, біздегі бірінші тақырыбымыз ингольфинг. Ингольфинг бойынша сұрақ бар ма сіздерде? Сұрақ бар ма? Мадина ханым, төбедегі ең соңғы неотработанный линия тұр ғой, сол жерде лонг ингольфинг жоқ па? Қазір көрген жеріңізде. Қазір көріп жүрейін. Лонгқа ма? Мыналар ма? Мынаны айтасыз ба? Иә. Жоқ, бұны да тартып. Или олар есептелмей ма? Жоқ, бұның алды уже жауып кеткен ғой, көрдіңіз ба? Алды не, бұл отработанный уже алды түсіп кеткен бұның ше. Бұның алды түсіп кеткен. Мынау сияқты алды пустой болу керек, қараңыз, мыналар сияқты. Мынаның алды пустой. Пустой болу керек. Бір сағаттықта тарттық ау деймін мынаны. Міне мынаның алды пустой. Мына алдыңғы жақтарында әлі жүрмеген болу керек та. Мына жерде ингольфинг болған, қиып кеткен негізі, көрдіңіз ба? Брейкаут жасап кеткен. Брейкаут жасап кеткен. Бірақ ол қайтадан мына зонаға келген кезде уже бізде неге уже тоже қиып кету, брейкаут жасау мүмкіндігі өте көп та мына жерде ше. То есть мына жерге келгенде кішкене сопротивление болады, мысалы мынаны алдық делік, иә, ингольфинг зона деп алдық делік, бірақ мынау қиды, брейкаут жасады, но баға көтерілген кезде кішкене сопротивление беру мүмкін, бүйтіп, но бірақ мынау осал зона болып саналады уже. Брейкаут жасалған зона, ол бізде осал зона да. Осал зонаны уже біз қарастырмаймыз. Осал зонадан біз ТВХ алмаймыз, точка входа алып, мына жақтан құлайды деп алмаймыз. Өйткені ол қиып кетуі мүмкін дальше. Осы. Тағы да кімде сұрақ бар? Гүлназ, сұрақ бар ма? Жоқ. Мейрамгүл ханым, сұрақ бар ма?
Сол ТВХ-ны қарап отырып сол уақытта кіреміз ғой да? Иә, ТВХ-ны қарап отырасыздар. Осылай жалпы бір күндік тоже ингалфингтерді сызып аласыздар. Зоналарымыз бар, оны біз сызып қоямыз, алдын ала дайындап. Мысалы, ертеңгі күнге бүгін сызып қойсаңыздар болады. Бүгін мысалы 12-1-лерде уже сызып қойсаңыздар болады. Ертең негізі азанда кім тұрып жүр? Ерте мысалы мен сағат 7-те бір тұрамын да, уже балалар сабаққа жібергеннен 1-2 сағат қана жұмыс істеймін да қайтадан ұйықтаймын мысалы ше. Потому что мына жерлерде біз мысалы түнде анализ жасаймыз. Кім түске дейінгі уақыттарда негізі өте жақсы не болады? Например, 8, 9, 10, 11-дің арасында бізде жақсы пункттер беріп тұрады. Сосын кейін тағы да мен сіздерге айтатын тақырыбым бар. Ингольфингті айттық қазір мына жерде. Мадина ханым, мысалы сағат 8-9-да рынокқа кіретін болсаңыз, ол рыноктың анализін түнде істеп қою керек, иә? Жоқ, линияларды түнде істейтін анализ бар, сосын прям на ходу істейтін анализдер бар да. Мына жерде мысалы қараңыздар, мен новостиді айтам, плюс еще сессия уақыттарын айтам. Сессия уақыты. Сессия уақыттарын сіздерге айтпадым, иә, кажется? Жоқ, жоқ. Жоқ, айтпадыңыз. Иә, сессия уақытын айтуым керек обязательно. Қараңыздар, енді сессия уақытын бірінші айтып өтейін. Неге қазір сұрақ қойып отырсыздар ғой. Мысалы қараңыздар, примерно біздің рынок сағат примерно емес, бізде вообще 3:00-де ашылады ғой. 3:00-де ашылады бізде. Біздің негізгі уақытымыз 3-ке бөлінеді. 3:00-ге ашылады, потом 11 күндізгі 11:00 мен 00 и потом кешкі сағат 7:30. 19:00 деп айтылады. 19:00. Негізгі біздің рыноктың уақыты осы 3 бөліктен тұрады. 3 бөліктен тұрады. Енді қараңыздар, жалпы бірінші 3:00-де ашылған кезде, 3:00-ден 11-ге дейін ашылған кезде, бұл бізде Азия уақыты болады. Азия уақыты деп айтамыз. Азия сессиясы деп айтамыз, немесе Азия деп айтамыз. То есть маркетте Азия отыр деп айтамыз немесе, иә. Одан кейін 11:00-ден бастап 11:30-дарда примерно ауысып бастайды. 11:00-де бұл жерде уже бізде Лондон кіреді. Лондон уақыты кіреді. Баға кәдімгі 11 мен 11:30-ның арасында уже кәдімгідей көп адамдардың стоптарын алып кетеді. Баға кәдімгідей бүйтіп. Жаңа брейкаут жасайтын кездер, осы кездерде болады. Мысалы қараңыздар, Азия уақыты басқарады. Негізі трейдті де басқаратындар бар ғой, енді компьютермен отырып, иә. 3:00-ден 11-ге дейін азиялықтар басқарады. 11-ден кешкі сағат 19:30-ға дейін, ойбай, 19:00 деп қойыппын ғой мына жерде. 19:30-ға дейін 19:30-30-ға дейін бізде Лондон басқарады. Барлық каждый уақыт ауысқан кезде каждый өзіне ақша істеп қалғысы келеді да, яғни неше түрлі махинациялар жасап жібереді да, мысалы көтеріліп жібереді, көтеріп тұрған түсіріп жібереді деген сияқты әрекеттер жасайды. Осы кездерде біз неге рынокта торговать етуге кірмеуіміз керек, немесе позиция ашпауымыз керек, просто қарап отырамыз да. Одан кейін кешкі Нью-Йорк ау 7:30-да, не сонда? Иә, 7:30-да бізде уже 19:30-да Нью-Йорк кіреді. Нью-Йорк кірген кезде қыздар тоже өте опасный, ең самый опасный нені, типа Нью-Йорк деп айтады. Бұл жерде бар күндізгі бойы тапқан ақшаларын кешкісін бір шешіп алғысы келіп тұрады да. Олар ше кәдімгідей стоптарыңызды алып, бір сондай уақыттар болады. Мысалы, мен сол үшін мына Азия уақытында бізге торговать еткен выгодно да, күндізгі уақытта барлық кіреді, табыстарын табады, бәрінің миы таза, 11-ге дейін істейтінімізді істейміз да. Мысалы, мен 11-ге дейін жұмыс істеймін да, уже 11-ден ары қарай демалып жүре берем. Көп жағдайда 11-ге дейін ғана істеймін. Мысалы, мен бүгін таппадым деген күннің өзінде, мысалы, $100 таптым да, все, маған сол жетеді, шүкір дедім да, мен рыноктан шығып кеттім мысалы. Бірақ одан кейін түстен кейінгі уақытта бір сделка ашқанмын, и сол ашқан күйде сол жерде минус болып әлі $30-да тұрмын. $30-да тұрмын, минус болып ше. Енді ол қазір түсіп жатыр, жаңа сол күйеуім ғой қайта келіп түсіп жатыр деп айтып жатқан. Ол бағам, мен күткен бағамына 3000
осы 296-97 деген бағаға келетін болса, уже мен плюс $10 жабамын мына жерде. Осы бағаны күтіп жатырмын. Өйткені мына жерден құлайды деп ашқан болатынмын, тоже бір зонаға қарап алған, бірақ оны мына жерде новостидің кезі мен еще байқамай қалыппын өзімнің тоже салғырттығымнан. Мына жерден баға не істеген, брейкаут жасап кеткен да, Көтеріліп кетті. көтеріліп кетті да. Менің бірақ енді депозитім жетеді. Көтеріліп бара жатқанын көрген кезде мен жаба салуыма да болатын еді да, бірақ менің депозитім жететін болғандықтан, еще аз ғана кішкентай ғана лотпен алғандықтан, мен ол бағаның қайтып орнына келетінін білдім да. Ал егер мен депозитім жетпесе, мен сразу сол жерден қанша минус болып тұр, мысалы 15, 18, $9 минус болып тұра ма, мен жаба салатын едім. Сол себептен күтіп жүрмін. Минуспен жаппай ақ қояйыншы бүгінгі күнімді деп. Жалпы осы үш уақыттар болады, иә. Азия, Лондон, Нью-Йорк уақыттары болады. Осы уақыттарда біз абайлауымыз керек. То есть тоже рынок ашыла салған кезде де торговаться етудің қажеті жоқ. Прям рынок ашыла салған кезде, қыздар, мен сіздерге айтарым, 4-5-ке дейін торговаться етпеңіздер. 5-тен ары қарай 6, 7, 8, 9, 10, 11-ге дейінгі уақыт өте әдемі уақыт. Сосын кейін обедтің кезі тоже әдемі уақыт, бірақ байқау керек. Енді осыған байланысты мен сіздерге қазір телефонның экранына новостиларды көрсетемін. Потому что осы сессия уақыттарына байланысты бізде новостилар шығады. Мысалы, Трамп сөйлесе, ол міндетті түрде құлатады деген сияқты ше бағаны. Енді қараңыздар, мен сіздерге новости көрсетейін. Жалпы новостиді біз investing.com деген сайттан іздейміз. Мына жерде investing.com деген мен телефоным көрініп тұр ғой, иә? Мен сіздерге қазір ссылкасын жіберемін, мінекей. Иә, investing.com дегенді скачать етіп аласыздар, өте оңай. И соның ішінде мысалы қарасаңыздар, міне бүгінгі күннің доллардың, мұнайдың, алтынның бәрінің бағасы шығып тұрады. То есть даже біз енді не сияқты ғой, миг сияқты ғой, типа бағалар шығып тұрады. Осы жерде де негізі көп торговаться етеді екен, бірақ мен білмеймін оны. Новостилар деп общий новостилар қарасақ болады. Ал енді именно біздің алтынға қатысты, жалпы рынокқа қатысты, трейдингке қатысты новостиларды еще деген төмен жағында батырма тұр. Осы батырманы бассаңыздар, календарий деп тұр. Календарьға бассаңыздар, міне сегодня деп тұр. Сегодня деген кезде осы мысалы бүгінгі күнде қандай новостилар болды. Таңғы сағат 4-те болған мына жерде. Одан кейін 6-да болған, 10-да болған, 10-да болған, міне 11 жарымда болған, 1 жарымда болған, 15:00-де болған. Мысалы, 1-дегі, мына қараңыздар, мына жерде мынандай бар да, бұқаның суретін көріп тұрсыздар ма? Сағаттың астында, 15:00 дегеннің астында. иә. Иә, мысалы қараңыздар, бұқаның суретін көріп тұрсыздар. Мына мысалы 11-дегін айтайын. 11:00-де 2 бұқаның суреті тұр, иә. 11:30-да да 2 бұқаның суреті тұр. Бұлардың рынокқа кәдімгідей әсері бар деген сөз. Кәдімгідей рынокта бұлар бағаны қозғайды. То есть 3 жұлдыз, біз енді жұлдыз деп айта береміз, енді 3 бұқа демейміз. 3 жұлдыз шығатын болса, рынокта кәдімгідей өзгерістер жасайды. Өсіп тұрған баға құлап кетуі мүмкін, құлап тұрған баға өсіп кетуі мүмкін, или өсіп жатса дальше страшный өсіп жүруі мүмкін. Баға өте қатты қозғалыста болады. Одан кейін өстіп 1 жұлдыз, міне қараңыздар, мына жерде 18:30-дағы, 18:45-тегілер примерно көрейік. 3 жұлдыз шыққан қалай әсер еткенін көрейік, иә. 19:00-де 3 жұлдыз шыққан, мінекей осындай. Осы новостиді осы жерден көресіздер. Енді 22:00-де бір ғана новости қалыпты. Қазіргі уақытта енді бұда 2 жұлдыз тоже бағаны қозғайды. Жалпы осы investing.com-ға кіресіздер, еще деген батырманы басасыздар, календарий дегенге кіресіздер, и сегодня дегенді қарайсыздар, мінекей. Күнде жаңалықтарды қарап отырамыз. То есть бұл жерде ол жаңалықтардың, мысалы жұмыссыздық деген сияқты, немесе үйдің мысалы жұмыссыздықтардың саны әлем бойынша көбейіп кетті десе, алтынның бағасы құлайды бізде. Немесе үйдің бағасы әлем бойынша көтеріліп кетті, жилой жаңағы не дейді, недвижимостьтар дей ма, соның бағасы көтеріледі десе, значит баға көтеріледі деген сияқты примерно жаңалықтарды ашып оқисыздар ғой, қандай немен әсері бар деген сияқты. Бірақ осы көбінесе мен қатты бір оқып бас қатырмаймын, осы жұлдыздарға қарап анализ беремін.
бірақ новости кезінде ешқандай неге кірудің қажеті жоқ. Енді қараңыздар қыздар, новостиді айттым. Осы жаңағы 6:45-те, иә, 6:30-да, 18:30, міне 18:45-те. Қайсысы екен мынау? Так, мынау. Сонда новостида жаңа үш бұқа болса құлап жатқан жерден көтеріліп кетеді или көтеріліп тұрған жерден түсіп кетеді ма? Я, оны біз точно ешкім білмейді, но примерно көп жағдайда жаңалық кезінде шортты береді. Құлатады бағаны. Мынаны қараңыздар, мына 18-де мына баға көтеріліп тұрған баға үлкенірек болып құлаған. 18-дегі. Өте қатты өзгеріс бермеген. Мына новости қатты өзгеріс бермеген. Мен сіздерге қатты өзгеріс берген новостиді айтайын ба? Алдында мен $1000 минус болдым ғой. Сіздер көрмедіңіздер ғой, иә, соны? Жоқ, айтпадыңыз ғой. Жоқ, айтпадым. Осы алдыңғы 1-2 күнде. Бірақ ол минусымды қайтадан үлкен плюспен жауып алғам соны. Міне мына жерде. Мына кездерде новости болған ғой. Осы жерде менде рынокта ашық тұрған, мен $1000 минусқа барып, плюс қайтадан өзімнің $2000 орнына келтіріп алдым. Жалпы енді трейдингте айтады ғой, плюс еще $300 мен жаптым ғой. Мынаны күттім ғой мен мына жерде. Бағам менің мына жерде қалып кетті. Примерно қазір мен айтайыншы қанша деген, менде скриндар бар $1000 минус болғанын. Сториске салам деп сақтам. 3282 дегенде байда қалып кеткен ғой, 3282. Міне мына жерлерде қалып кеткен ғой примерно. Мына жерлер. Мына жерлерде қалып. Төбе 82. Міне 82. Мына жерде қалып кеткен ғой. Мына жер құлаған. И мына жерде бір зона бар болған, байға береді деп бай алғам. 84-те біреу, 82-де біреу қалған. 76-да бар еще. 76-да бар, 66-да бар. И сөйтіп қалып кеткенмін. Солардың барлығы. Бай емес, сылға кетіп қалды ма сонда? Я, бай емес, мына көрдіңіз ба, мынау бір почти целый 15 минут бойы шорт болған, екінші 15 минут шорт болған, үшінші 15 минут шорт болған. Былайша айтқан кезде 1 сағаттықтан қарайықшы, қанша сағат шорт болып тұрған мына жерде. Міне, мына кезде ғой, мына кезде. Мынаны қарасаңыздаршы. Міне мына жерден бастап шорт қой. Мына жерде новостида көрдіңіз, сылқ түседі ғой. Осы жерде қалып кеткен ғой. Соны мына жерге дейін келгенде күтіп, астынан рейндж жасап, мына жерлерде сделкалар ашып, жауып, минус тұрғанның үстінен плюспен жауып, ең соңында бір $50 ма, $90 ма минус қып жабам да, бірақ общий санаған кезде плюс $2367 пайдада тұр екен. Сонда нені позицияны жаппай дальше ашып кете бересіз ба сонда? Күтіп отыра береді. Иә, қараңыздар, оны қалай қазір білмейді, қыздар? Моменте істеледі ма сонда, Мадина ханым, сол нәрсе? Иә, қазір білмей түсіндіремін. Мінекей, мен сіздерге телефоннан көрсетейін. Ашық қалып кетсе комиссия ма ұстайды екен, иә, менде алдында? Я, своп ұстайды, своп ұстап қалады. Мынаны қараңыздар, алдында мінекей мынандай минус болған мен. Мінекей. Осы түрін көріп келем ғой, қараңыздар, $1011 ма, тілім келмей қалды құрсын. $1011 минуста боламын. Мінекей. И мына жерде қарасаңыздар, менде баланс 1252 деп тұр, иә, қазіргі тұрған баланс. Кредит деген бар бізде. Мен мынаны $1000-ға көбейткем ғой. Потом средство 1241. Мысалы, мен қазір егер мынаны минуспен жабасасам, менде $1241 ғана қалады. Енді қараңыздар, астындағы свободная маржа деп тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Иә, 439. Жоқ, свободная. Жоқ, 801. 801. Осы $800-ға мен торговать ете аламын, даже мынау минус болып тұрса да. Түсініңіздер ма? Мынау минус болып тұрса да, мен $801-ға торговать ете аламын. И міне ең соңында мен осының барлығын жауып, міне плюс прибыль $348 мен жабам ғой. Бай деген мыналардың барлығын жабам. Мен арасында минус жібергендерім бар, 58, мына жерде $51 бар, минус жібергендерім бар. И қазіргі күнде $1000 сонда плюске кетті ма? Я, өзімнің депозитімді сақтап қалдым да, мына жердегі ше. Мына жердегі депозитімді.
осыны сақтап қалдым да мінекей мына жердегі 2000 болып тұр ғой менде негізі 2000 депозит қой, бірақ осы депозитімді қайтадан сақтап 2330 $2348 пайда көргем ғой. $2000 үстінен 348 пайда көрдім. Бірақ енді қыздар Қанша уақыт кетті? М. 3 күн жүрдім мен, 3 күн. Сенесіздер ма? 3 күн жүрдім. Мына жерден Бір ашып қойып соны жаппай 3 күн жүрдіңіз ба? потому что қараңыздар, мына жерде кетті ғой менде, мына жерден қалып кеттім ғой мен, жаңа қайда 82 деген баға. 3000, міне мына жерлерде примерно алдым ғой, бұл баға құлап кетті. Мына жақта мен продажа істеп мына жерге келгенде бір жауып аламын мына жақтағы минустарымды. Сөйтіп, әйтеуір мына жерге келгенде короче, пятница күні кешке жаптым ғой. Пятница күні мен сіздерге айтайын ба, сағат 6 ма 7 ма жаптым ғой. Содан кейін телефонды лақтырып жібердім ғой. Плюс $300 мен жапқаннан кейін. 3 күн тым ба? ана сағатты күтесің ғой, еще түнде мысалы 2-де жабылып қалады да, уже 3-те күтесің. Блин, 3-те андай болмаса екен, андай. Кейде мынандай болады, қараңыздаршы, мен сіздерге как көрсетейін. Гүлназ, қазір зум жібересің, хорошо? Кейде мынандай болады, мынаны қарасаңыздар, мына жерде бізде баға тұр да, мына жерде. Мынау қай күн екен, мен қазір көрсетейін сіздерге. Мынаны қараңыздар. Мынау біздегі 3373 деген баға, көріп тұрсыздар ма? Осы жерде жабылған, мына жерде маркет. Түнгі сағат 2 мынау. Жабылған да мына жерде ше. Арасы ашық. Арасы көрдіңіз бе, мынау геп деп айтады, мынаны геп деп айтады. Геппен ашылған дейді. И бір қарасаңыз, вообще 3375-тен мынау баға қай баға? 26, ойлаңызшы, $50 минус төменнен ашылған. Просто рынок төменнен ашылған. Мына жерде көрдіңіз бе? Бұл